Әлбек, сіз Қызылорда қаласынан келіп, арнайы осы Есені университетіне келіп түстіңіз. Қазір математика мамандығының 2-ші курс студентісіз. Неге Есені университетін таңдадыңыз? Мен өзім 11-ші сынып оқып жатқан кезде Шымкент қаласында университеттердің жиналысы болды. Соған барып қарадым, бірақ Ақтаудікі болмады. Басқа барлығы болды, Ақтаудікі болмады. Мен өзім қызығып 11-ші сыныптың наурыз айында осы Ақтау қаласына қыдырып келген болатынмын достарыммен. Сөйтіп теңіз жағасынан шықтық. Жалпы қала өзінің сұлулығымен, кішкентай болса да баурап алды мені. Сөйтіп ол кезде карантиннің кезі болған болатын. Мен университетке келе алмай кеттім, бірақ сыртынан қарадым, үлкен биік сырты тартып тұрды. Сосын достармен бірге таңдап осы жаққа Ақтауға келетін болып шештік. Енді қазір студентсіз, сізге білім жүйесі ұнай ма? Иә, әрине білім жүйесі ұнайды. Өйткені апайлардың біз оқушы кезімізде университет қиын, апайлар арттарынан жүгірмейді деп қорқытып тастайтын. Бірақ өзіміз қазір таңда олай емес. Апайлардың өзі сабақ беруге көмектеседі. Жаңағыдай қиналып жатсаң, қай жерден қиналып жатқаныңды сұрайды. Маған білім жүйесі ұнайды жалпы. Студенттік өмір несімен қызық? Студенттік өмір қоғамдық жұмыстармен қызық қой. Тек білім жағымен жүретін болсақ, қоғамдық жағы ақсап қалады. Қоғамдық жақпен жүрсек, білім жағы ақсап қалады. Сондықтан екеуін бірге алып қатар алып жүрсіз ғой. Қазір қандай қызмет атқарасыз? Қазір өзім мәдени және атқарушы вице-президентпін Union жоғары студенттер кеңесінде. Жалпы ұйымдастырып жатқан заттар айтатын болсақ, Ақтау қаласында осы шамамен 3-4 жыл бойы жайдарман өліп қалған деп айтсақ болады. Өйткені карантин кезі болды, республикалық деңгейде де ұйымдастырылмай қалды. Соны өзіміз осы Есенов университеті болып қолға алып, Маңғыстау облысының барлық колледжерінің басын қосып, лига бастағанбыз, жайдарман лигасын. Бұйырса 9-10 желтоқсан күндері 1-4 ойындары өтетін болады. Оң болсын, өте жақсы. Мынау университетіміздің 45 жылдығына айтар тілегіңіз бар ма? Әрине, университетіміздің 45 жылдығы өте маңызды. Тіпті мынау Қазақстан Республикасының 30 жылдығы, тәуелсіздігінің 30 жылдығымен сәйкес келді. Биыл Қазақстан қазақ хандығының құрылғанына 525 жыл, мысалы, барлығы тұспа-тұс келіп тұр, барлығы мықты дәл осындай қарқында жұмыс істей беруін тілеймін. Өйткені Есенов университеті басқа оқу орындарымен салыстырған кезде кәдімгідей биік тұрады. Өйткені шетелден азаматтар келіп оқиды, шетелден профессорлар бар. Білім жүйесі мен қоғамдық қызметті де бірге алып жүреді. Сондықтан осындай қарқында жалғастыра берулеріңізді тілеймін. Және ешқашан студенттердің, жаңағыдай жастың басын қақпа белін буу дейді ғой. Осылай қазіргі таңда қалай студенттердің белін буып жүр, солай ары қарай жалғастыра беруін тілеймін. Әлбек, сұхбатыңа рахмет, табыстар тілеймін.